Қайырлы күн. Мен сіздерге өзімнің ауламда өндіріп жатқан табиғи тыңайтқыш биогумус жайлы айтып өтпекпін. Мен өзім Келес ауданы Абай ауылында тұрамын. Есімім Гүлнара болады. Ал енді бұл жұмысты істеу әрбір адамның қолынан келетін қарапайым ғана жұмыс. Көптеген адамдар қазір ақша жоқ, кризис деп жатады. Ақша аяғыңыздың астында. Мына ешкімге керек жоқ, әркімнің ауласында сыртқа шығарып тастаған, ауласында жатқан малдың көңдері, сиырдікі, жылқыныкі, қойдікі, қандай құстардың болса да, кез келген малдың, құстардың жаңалегі көңдері бізге болады. Бұлар 1 жылдық көңдерді пайдалануымызға болады, 2 жылдық, 3 жылдық болмайды пайдалануға. Және свежий көңдерді әкеліп жуып, осылай биогумус өндіруге дайындаймыз. Ал енді мен сіздерге қазір мында біз бетін жауып тастағанбыз. Бұлар қараңғылықты жақсы көреді және ылғалды болғанды ұнатады. Міне, мына біздің шлаушандар. Не мына биогумус өндіріп жатқан біздің шлаушандар. Міне, бұлардың барлығы жердің астында, осы ненің арасында өздерінің жұмыстарын атқарып жатыр. Міне, бұлар қараңғылықты, ылғалдылықты өте жақсы көреді. Сіздер ойламаңыздар, тек қана мен панигім жоқ қой, сіздер сияқты паникте өсіремін бе деп ойламаңыздар. Паник болу шарт емес. Бұл ешқандай да жағдай талғап отырмайды. Менің мына қараңыздар, жерім өте тозған. Мына өте тозған жер. Бүкіл Қазақстанның жері дәл осылай тозып кеткен. Осы жерді тыңайту үшін мен паниктің ішіне мына 2 сотық, яғни 200 квадрат метр жерге мен әдейі төседім. Осы көңді алып келіп. Өйткені біздің жерлер өте құнарсыз, шаршаған жер. Мынау биогумустың өндіріп жатқанда 6 айда, 2-3 айда дайын болады. Негізінде 6 айлық биогумустар өте өзінің несінде күшіне енген деп есептелінеді 6 айдың ішінде. Мына 6 айдың ішінде жататын болса, қысымен мына көңдер дайын болатын болса, вермичайлар жердің астына сіңеді. 10-15 сантиметрге сіңген мына вермичайлар жерді өте құнарландырады. Мен мына биогумустың бәрін алып сатып жерген күннің өзінде де, менің мына учаскімде қалған, панигім ішінде қалған биогумустарым астында вермичайым менің панигімді құнарландырады. Мен бірінші кезекте өзімнің мына тозған жерімді құнарландыру үшін биогумус өсіріп жатырмын. 2 бағытта. Бірі өзімнің жерімді құнарландыру үшін, ал екінші халқыма химиялық ешқандай қоспасы жоқ табиғи тыңайтқышты халқыма ұсыну үшін. Ал бұны істеу үшін қарапайым ғана құрал, міне, арба керек, күрек және бесақа керек. Біз бесақа или айыр деп айтады ғой. Біз бесақамен мына жерді аударуымыз үшін қажет. Міне қараңыздар, мынаның үшін мында 40 квадрат метр жерде қазір беті жабық тұрған, бұлар дайын биогумустар. Онда бірнеше мыңдаған калифорниялық қызыл шлаушандар жатыр. Бұл калифорниялық қызыл шлаушандардың біздің жергілікті шлаушандардың айырмашылығы, жергілікті шлаушандар жердің астына шығып топырақ жеп, өсімдіктің тамырына ауа келіп құнарландыратын болса, ал енді біздің мынау калифорниялық қызыл шлаушандарымыз, олар мына жапырақтар көріп тұрсыздар, шіріген жапырақтар, кез келген малдың қие көңін жеп, жаңа жер өзінің асқазанынан өткізіп, мынау тұрған қиларды биогумусқа айналдырады. Естіге тек қана жаңа бетін аштым, өйткені біз бетінде, мына бұлар бетінің өзінде де жүр ашқан кезімде, бұлар бетінде, мына беткі қабатында көбірек жүреді. Бұлар беткі қабатында жүргеніменен, мына астыңғы жағын мен қаттырақ ашатын болсам, уже астыңғы жағында, міне қараңыздар, уже дайын биогумус. Мынау уже дайын биогумус. Міне, бұлар дайын биогумустар, бұл астыңғы қабатындағы, өйткені бұл уже 6 ай жатқан жер. Ал мына бетіне мен корым тастадым, өйткені бұл бетіне корым тасталынған, сондықтан бұлар қазір беткі қабатында жүр. Біздің оңтүстікте күн жылы, қатты бір қақаған қыстар жоқ. Біз оны ашық далада да істеуімізге болады.
ойламаңыздар, тек қана жаңадегі парник керек деп жоқ, қараңғы қораға істесеңіз де болады. Бұның жаулары тышқан мен құстар. Тышқан болмау керек. Және осындай кез келген баудың ішіне, бос тұрған жеріңізге міне осылай жасап биогумус өндірулеріңізге болады. Бұл табиғи өнім. Мысалы, 2 қасығының өзін қызанаққа салатын болсаңыз, ол сізге мол өнім береді. Біз бұны литрлеп сатамыз биогумустарды, ал алушыларға калифорниялық шлаушандардың өзінде сатамыз. Біз бірінші бағытта көбейту бағытында, ал екінші биогумус өндіру бағытында өсіреміз. Біз бұның өндірген биогумусын да сата аламыз, және шлаушанды да сатып біз өзімізге керегімізге жарата аламыз. Көптеген адамдар айтады, ой, ақша жоқ деп. Өкімет кінәлайды. Өкіметтің өзі ешқандай қатысы жоқ. Өкімет сіздің қолыңызды байлап жұмыс еткізбей қойған жоқ. Әрбір адамның өзінің еркінде. Қараңыздар, ақша сіздің аяғыңыздың астында жатыр ғой. Көптеген адамдарға ешкімге керегі жоқ. Көрінгеннің ауласында жатқан мына қиларды әкеліп тегін ғана шамаңыз қарап 1000 шлаушан алыңыз. Тіпті жағдайыңыз болмаса 500 шлаушан алып 1 квадрат метр жерге салып жылы үстін жауып қойыңызшы. Мына үстер сабамен жабылады. Жылы қысқа қарай 15-25 градустың арасында бұлар өзінің жұмысын атқара береді. Қысы жазы көбейеді, өте тез жылдам көбейеді. Бір коконның өзінен 20 шақты мәлектер шығады. Мәлек дегеніміз оның балалары. Және тез көбейеді, оның үстіне 15 жыл ұзақ өмір сүреді бұлар. Біздің жергілікті шлаушандармен олар будандаспайды. Бұлар бөлек өз алдына қызыл калифорниялық шлаушандар. Бізде көптеген адамдар қалаға, жастарымыз әсіресе қалаға қарай қашады. Дұрыс па? Қалаға қарай қашады, қалаға барып, мойкада жұмыс істейді, охранник болады, арбакеш болады, квартира жалдап, бар тапқан квартираға құйып, одан қалса кредитіне құйып, айдың соңы жақындағанда мен просрочкаға шығып қалдым деп ата-анасына шырылдап, ақша құйғызады, үйден соғым алып кетеді. Сөйтіп жүріп, жаңағыдегі күнін өткізеді. Неге сол жастарға мына ауылға келіп осы істі қолға алмасқа? Ауылдағы жастаршы не істейді? Жас үлкендер де мына 50-60-та жаңағыдегі еңселеп қалған кісілердің өзі де ақыл төбеге жиналып алып, насыбай темекі шегіп, карта ойнап отырады. Айналайындар, алтын уақыттарыңды қорғылып, осындай карта ойнап, бір ласке уақыттарын кетіргенше, неге мына аяқтың астында жатқан ақшаны көтеріп алмайсыздар? Бұл ең қарапайым тірлік қой. Мен мұны былтыр осы уақытта 5000 шлаушан алғамын. 5000 шлаушан алып 1 квадрат метр жерге, мынандай 1 квадрат метр ғана, қараңыз, мына жерден бөлсем, қазір 1 квадрат метр жерге ғана мен тастап қойдым. Қысыменен үстін сабамен жауып қойдым. Жатты. Қазір міне бірнеше мыңдаған шлаушан мынау 40 квадрат метрдің астында жатыр. Бірнеше мыңдаған. Ал енді мынау жатқан 100 квадрат метр жерге үшеуін біз жақында ғана дайындадық. Мен өзім денсаулығым болмағандықтан енді аяғымнан жүре алмай қалдым. Жазыменен қысы жазы сол кезде менің 13 жасар жиен балам, енді қыздың баласын небере демейміз ғой, жиен дейміз. Сол жиен балам Нұрмұхамед келіп, сабақтан бос уақытында келіп осы шлаушандарға қарады. Мына 40 квадрат метр жерді дайындаған сол биогумусы қазір дайын ол жердің. Ал енді мына 100 квадрат метр жерге свежий гоңды әкеліп жуғыздық. Свежий гоңды әкеліп жуғызып, қойдың және сиырдың гоңдерін әкеліп осында салып бетінің қазір жапырақпен жаптық. Бұның арасында жапырақты араласып кеткен, өйткені біз бұларды аудардық. Асты да үсті де жаңа жапыраққа араласып жатыр. Міне осындай қарапайым нәрсені қалтаңыздан ақша шығармай-ақ, сіз әр жерден теріп әкеп гоңдер істеуіңізге болады. Жағдайларыңызды түсеп алуыңызға толық мүмкіндік бар. Ал енді паник болу шарт емес дедім ғой, кез келген жерге өндіре бересіздер. Ал енді менің паниктерімді шет-шеттен көріп тұрған баклажкаларды туралы айтар болсам, міне мына баклажкадан, менің парнигім негізінде баклажкадан құрылған. Мына есігі тұр міне, мына баклажкадан құрылған. Бұл баклажка кәдімгі ешкімге керек емес, мусорда жатқан баклажка. Балаларым, ой, мама, бомж құса баклажка термеңіз деп маған ұстатын. Автостанциядан үйге келгенімше мен 2-3 қап баклажка теріп келетінмін. Соны теріп келіп, міне мынандай етіп, баклажканың түбін қырқасыз, түбін қырқып, бір-біріне кигізесіз бұлай.
бір-біріне кигізіп, бір жіптің бойына түсесіз. Негізінде жіп біздің күннің ыстығында ыдырап кетеді, қатты ыстықтарда, шілдеде. Сол үшін мынаның арасында сым темір өткізілген міне. Кез келген көшеде жатқан, үйде жатқан керексіз сымдардың барлығын алып, мен осылай қолдандым. Жаңадан сатып алып келдім сымдарды. Ал енді мынау жай ғана жіп, бұл жіп іріп кетеді жаздың ыстығында. Бұның сыртында ең арзан пленка тұрған. Сыртындағы ең арзан пленка. Ішінен де бір қабат сонда арзан пленка тұтқанбыз былтыр. Соныменен тұратын. Бұл парник, от жағылмайды. Осылай осында егін егіп отырған болатынбыз. Ал енді мына көріп тұрған стеллаждарыңыз, біз бұл жерге баклажка, мынау тұрған баклажкаларға былтыр бұнда пияз еккенбіз. Былтыр пияз ектік. Ал енді мұнда тұрған стеллаждар міне мен 2 сотық парниктің өзін 6 сотыққа айналдырдым негізінде. 6 сотыққа айналдырдым. Мынау көріп тұрған стеллаждарыңыздың барлығына редискалар егілген. Мына жақтардың барлығына міне, мына жақтарда да стеллаждар тұр. Бұл жақтарға біз редискалар еккенбіз былтыр. Және мынандай жасап, мынау тұрған ағашты көріп тұрсыз ба? Осындай үстінен осындай ағаштарды бірнешеуін жіберіп, үстіңгі қатарына біз агропон, яғни бидайларды өндірдік. Қысыменен агропон жасап, осының үстінде осындай бірнешені қазір алып тастадық. Осы жерге бірнеше үстінен агропондар жасап, біз қысқа құстарға тамақ жасадық. Бидайды сатып ала бермей, бидайды жүгеріні осында өндіріп қолданған болатынбыз. Қарапайым ғана тірлік, адамның қолынан келетін жұмыс. Ал енді мынау 200 квадрат метр жерде жатқан барлық істі менің 13 жасар жаңалдегі жиен балам Нұрмұхамед келіп осыны істеп отыр. 13 жасар баланың қолынан осындай істі істеу келгенде, неге сіздердің қолдарыңыздан келмейді? Түн ойлаңыздаршы. Ақша аяқтарыңыздың астында жатыр ма? Астында жатыр, аяғыңыздың астында жатыр. Тек сіз соны көтеріп алыңыз. Сөйтіп өз кереңізге пайдаланыңыз. Ақша жоқ деп өкіметті кінәлап, біреуді кінәлап отырудың ешқандай қажеті жоқ. Қарапайым ғана тірлік. Су сеуіп қоясыз. Жаздың күні біз суды шлангымен кәдімгі біздікі ащы су жердің астынан шыққан. Мотормен суарамыз. Бізде су жоқ. Арық деген жоқ бізде. Міне мотордың суыменен мынау жатқан жердің бәрін біз суарамыз. Ащы тұзды су. Негізінде хлорлы су болмайды. Ащы тұзды суда болмайды дейді, хлорлы суда болмайды дейді. Енді біздікі тамаша емес шығар. Бірақ осы ащы суға да біз мотордың суыменен осы биогумусты өндіріп, осында парник егіп, осында біз тіршілігімізді істейміз. Бұған кәдімгі 5 сақа керек, мынаны аударып отыратын. Аптасына 1 рет аударасыз жаздың күндері. Қыстың күні бұған су көп қажет емес. Айына 1 рет аударып қоясыз. Өйткені су сепкен сайын бұл престеледі ғой. Жұмсақ болу үшін аударып, және ішіндегі метан газдарын шығарып тұру үшін аудару керек. Міне, құрметті отандастар, мен сіздерге өзімнің кішкентай шаруашылығым туралы айтып шықтым. Егер сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, подписаться етіп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Менің байланыс телефоным 8701 293 57 98.